Ал бауырлар, Аллахтың қалауыменен бұл герметигін бәрін жағып дайындап қойдық. Зажигание меткасы бәрі тұр. Ремень тартылған жоқ әлі, өйткені кеше түсіндірдім ремень тартпау себепті. Тағы түсіндіріп кетейін, ременьді егер мен нәтижелі тартатын болсам, кереді арғарда, кереді тартады. Сол кезде мына жиегін сындырып жіберуі мүмкін. Бұл әлсіз сынып кетуі мүмкін. Морт сынады ғой, распред деген өзі. Сталь ма бірдеме аралас. Міне мынау сынып кетуі мүмкін түрінен, кішкентай жерінен. Распред сол кезде тремей қалуы мүмкін. Крышкамыз дайын. Иншалла қазір бетіне кигіземіз. Аллах тағала қаласа. Так, маған соған қайсы болып кетті телефонмен. Телефонымыз келіп қалды, машалла. Так, бисмилля. Так, крышканы қойдық. Направляющий төртеуі келді. Так, екеуі, мына екеуі келіп тұр. Енді бұл қыспай тұрған себебі, мына келмей тұрған себебі. Бізде распред көтеріп тұр. Распред көтеріліп тұр. Распред көтеріліп тұруы, бұл распред отдельно қысылмайды ғой. Сол себепті мына немен қысады. Ал біздер қалай тарту әдісін бәрін жазып дайындап қойдым. Өзім салғанда да қателеспеу үшін сіздерге көрсін деп не істеп жатқаным. Салыну 1, мысалы 2, одан кейін 3, осылай секіре береміз. 4, 5 деп былай қарата кетеміз. 6 мықты, одан кейін 7, 8-ге кетеміз. Сосын мына қарта көшеміз 9-ға. 9, секіре береміз. 10, 11, көрдіңіз ба, айналып келе берді. Мына 24 болт. Общий, мына 24 болт. Полный қатаят бірінші 24. Мына 24 тартылады. Одан оның үстіндегі тартылады 28 болып, киілгеннен кейін. Мыналар тартылады, одан оның бит тартылады. Оны да қалай тартылатынын көрсетем, жазып қоямыз. Общем, мынадан мынау майлақтырады, бұның несінде қыттай тесік болады ғой, сафонға шығады ол. Сол тесік қысқанда май ананы бітеп тастамау керек, герметик бітеп тастамау керек болады. Сол үшін жұқа герметик жағылады, и бұны тартатын тоже моменттер бар. Қалай тартылатында, момент затяжка қалай екен. Мына клапан крышканікі кітапта қалай, дәл сондай қылып тартып отырмыз, иншалла, Алла қаласа. Головканы да солай тартамыз ғой. Кітапта қалай, сондай қылып. Міне, нумерация бәрі жазылып тұр қазір. Жазып қойдым. Осыны түсіріп алсаңыздар да болады, өздеріңізге пайдалы қылып, иншалла. Көрдіңіздер ме? Бәрін жазып қойдым. 13 дейді, 22 дейді, 15, 14, мысалы 25, 21 міне яқта, 13 міне яқта, 1 вообще міне яқта, мысалы. Көрдіңіздер ме? Қалай тартылатын? Өйткені распредтің қысуына байланысты ғой, тартылуына байланысты. Иншалла, Алланың қалауымен. Ал қазір тартатын боламыз. Болғаннан кейін бетін жабамыз. Осыны көрсететін боламыз, иншалла, барлығын.